Rahmet tabii. Пышақ жүрекке тиген. Өкінішке орай жаны бірден шығып кеткен. Кім бұны істеген? Мынаған қараңдар. Өлтірген осы. Түрмеде отырғанын қолынан ақ білуге болады. Қымбаттым, менің түрмеден шыққаныма 4 жыл болды. Қазір ғаламторлық дүкенде жұмыс істеймін. Ауыл қандай ғаламтор дүкен? Балалар дүкені. Міне, сенбесеңіздер, міне сумкімде заттары. Маған біртүрлі хабарлама келді. Мынау сол адам. Бағанадан бері телефон шықлап отыр. Құдайым-ау! Мына жерде бір терроршы бар шығар. Мүмкін бір жерге жарылғыш заттар қойып қойған шығар. Тыныштық сақтаңыздар, өз орындарыңызда болыңыздар. Біз қазір бәрін анықтаймыз. Мен біріп екінші жол сиретті шақырып келем. Қайда барасыз? Вагоннан шығуға болмайды. Ешкім орнынан қозғалмасын. Қаншер осы жолаушылардың бірі. Өйткені аз уақыттың ішінде адамды өлтіріп шығып үлгере алмайды. Міне өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Менің қолымда ештеңе жоқ. Не ештеңе жазған жоқпын. Керісінше өзін полиция секілді ұстап тұрған жігітті тексермейсіңдер ме? Өзінің құжаты бар ма екен? Қазір? Мен қызметтік куәлігім жоғалып кетті. Осы 10 минут бұрын болған. Осы жерде тек қана қанішер емес, ұры да бар екен. Абында, сіздердің жұмыстарыңыз емес пе? Не істеп жүрсің? Мен онда қызметкер емесмін. Мен қаржы полициясымын. Кіші сержант Асқар Дүйсенов. Мен оны танимын. Біздің фирманың ісін тоқтатып, тыйым салушылардың ішінде болған. Ал не үшін сіздің фирмаларыңызды тоқтатты? Оның бұл жерде не қатысы бар? Үлескерлерді алдаған құрылыс компаниясы. Мен ол жерде жай ғана есепшімін. Сен нағыз қылмыскерсің. Өзің қылмыскерсің. Маған немен жабысып қалдың? Өзің сондайсың, білдің бе? Телефонды шықпап отырғаныңды өз көзімен көрген болатынмын. Сен қанішермен біргесің. Өтінем, тыныштық сақтаңыздар. Мен оны танимын. Ол жай ғана мұғалім. Біздің мектепте сабақ берген. Ол ешқандай да қылмыскер емес. Мен бәрін дұрыс түсіндім ғой. Мына жерде бәрі бір-бірін таниды екен. Бірақ енді ол кінәлі адамды табуға қалай көмектеседі екен? Мына кісіден басқасының бәрі бірін-бірін білетін болып шықты. Бұл жол бойы үндемей бір орында отыр. Сөмкеңізді ашып, қалталарыңызды сыртқа шығарып көрсетіңіз. Мені шынымен тінтейін деп тұрсың ба, балам? Иә. Бұл жай ғана зейнеткер ғой. Қайтесің деп түспек қойма. Тұра берсін. Біріңді орыннан қозғалмаңдар. Атамын. Сізге не керек? Әділдік. Мен бұл жерге бір адамды жазалау үшін келдім. Ол кім сонда? Ол мына әйел. Мен осы әйелдің кесірінен ең қымбат нәрсе баламнан айырылдым.
Енді бүгін мен ол әйелді жазалаймын. Менің сендерге қоятын шартым бар. Егер маған қарсылық көрсететін болсаңдар, мен алдымен мына студент өлтірем. Оның шетінен бәрін жайғаймын. Алғашқы адамды мен әдейі өлтірдім. Сендер білсін деп, менің қолымнан бәрі келеді. Өтінем, мені өлтіре көрмеңіз. Ол сізге не үшін керек? Алдымен түсіндіріңізші. Не, терроршысы ба? Мен мына әйелдің серіктестеріне алданып қалғанын кейін, өзіне өзі қол жұмсаған үлескердің әкесімін. Мен ол жерде жай ғана есепшімін. Мен бұрынғы бастығым үшін жауап бермеймін. Сен ол жерде жалақы алып отырдың ғой. Иә. Менің балам ол жерден бір тиын да алған жоқ. Егер қандайда бір төлемақы алған болса, менің баламның өмірі сақталып қалған болар еді. Менің бұл жерде жоғалтатын ештемем жоқ. Мен кек алу үшін келгенмін. Отырыңыз. Отырыңыз дедіңіз. Әркім өзінің орнына барып отырсын. Жылдам! Мансұр, не істегелі жатырсың? Оны жолаушылардың көпесіне қамап қояйын. Ал сен томирисі бар ескерт. Бол!